Ережеп айы жөнінде ғалымдарымыз Ар-Раджабул Асам дейді. Яғни Ережеп Оразай деген атта берілген. Ережепке Оразай деген атта бар. Тағы бір ғалымдарымыз Ережеп Аш-Шахрул Асаб деп атаған. Яғни бұл айда Алланың мейірімі пенделерге Алланың мейірімі төгіледі деген сөз. Бірі асабды тіпті күнәлар төгіледі деп те түсіндіріп жатады. Сондықтан бұл Ережеп айы несімен ерекшеленеді? Әлбетте ораза, құлшылық, ибадатпенен ерекшеленетіндігін біздер жақсы түсінейік. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجب شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا والقتال مع الكفار فيه حرام إلا إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي ألا فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان الله أكبر وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, шынында Ережеп Алланың ұлық айы дейді. Яғни Ережеп айы Алланың ұлық айы. Қай жағынан ұлық? Яғни Ережеп айы Рамазан айынан кейінгі айлардың ішіндегі Аллаға жақын болатын, яғни жағынан ұлық ай болып саналады. Яғни біздер мәселен Зулқаада, Зулхиджа, Мухаррам әр айдың өзінің басқа айлардан ерекшелігі бар. Ал Ережептің басқа айлардан ерекшелігі бұл айда барынша құлдары, Алланың құлдары Аллаға жақын болады екен. Сол үшін бұл айды Алланың айы деп жатуды сол себептен. Не жағынан? Хурматан ва фадлан. Яғни Алла Тағала бұл айдың ерекшелігін әрі қасиетіменен, құрметіменен ерекшелеп отыр. Уал қиталу, сонымен қатар бұл айда Алла Тағала соғысуды харам етті. Тіпті осы Ережеп, осы 4 айлардың қайсы бірінде болмасын, жабы араб елдерінде сол уақыттардың өздерінде араб халқы бұл айларда көбінде соғыс жасағанның өзінде үлкен жеңіліс тауып, үлкен бір қайғы шегіп, осы айлардың жалпы ерекшелігін арабтардың өздері ескерген екен. Олар дін болмаған, бірақ осы 4 айдың қадір қасиетінде олар білген, бұл 4 айда біздер соғыссақ, әлбетте біз ұтыламыз деген сондай түсінік болған. Бұл нені көрсетіп отыр? Бұл айларда қан төгілудің, адамдарға қиянат жасаудың, өзгелерге зұлымдық жасап, немесе ортада халықтың елдің арасында бұл айларда дүрлік шығарып, бұзақылыққа, сондай іс-әрекеттерге бару үлкен күнә екендігін аңғартып отыр. Яғни бұл айларда адам баласы сондай істерге Алла Тағала харам еткен нәрселеріне баратын болса, яғни күнәларға баратын болса, ғалымдарымыз айтады, ол басқа айларға қарағанда оған күнә еселеніп жазылады дейді. Фәмән сама мин раджабин яуман, кімде-кім осы Ережеп айының бір күні ораза ұстаса, истауджаба ридвануллах акбар, яғни шын ықылас ниетіменен мақсады Алланың ризашылығын табу болса, истауджаба лаху ридвануллах акбар, яғни ол құлына Алланың ризашылығы, Алланың рахымы уәжіп болады дейді. Яғни міндетті, иншалла, сіз Алланың рахымына бөленесіз деген сөз. Әрі Алланың рахымы сіз үшін жақын болып, сізден Алла Тағаланың ғазабы, Алланың ашуы қашық болады. Яғни Алланың сіз үшін жәһәннәмі қашық болады. Уа ағлық анху бабу мин абуабин нар, және сіз үшін Алла Тағала жәһәннәмнің есіктерін жабық етеді дейді. Бір күні Ережеп айының құрметіне иншалла шын ықылас ниетімізбенен Алланың жолында, Алланың ризалығында осындай ораза ұсталынатын болса, әлбетте иншалла осы айтқан хадиске лайықты құлдардан боламыз, құрметті бауырлар.